Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге мынандай қалтаны қалай пішіп тігуін көрсетем. Бұны бұрын соңды тігіп көрмеген қыз келіндер де оп-оңай түрінде тігіп үйрене аласыздар. Соңына шейін мұқият қарасаңыздар болғаны. Ұнаса лайк басып, подписаться етіңіздер, колокольчикті басып, комментария жазыңыздар. Және де қандай қалтаны үйренгілеріңіз келеді. Келесі түсірілімде осы костюмның сіздерге жағасын қалай салуын көрсетемін, костюм жағаны. Сол үшін жіберіп алмай, мұқият менің YouTube каналымда көріп отырыңыздар. Және де туған туыс бауырларыңызға да жіберіңіздер. Олар да көріп, үйреніп алсын. Кәні кеттік, үйренейік енді. Мінекей, қазір біз 46-шы размерлі костюм піштік. Біз осы жерден бір 4 сантиметрдей жағасына аламыз. Мен 4 алып жатырмын. Енді осыны сызып аламыз бұлай. Бұл біз дайын лекалман сап қойғамыз, жағасы бұлай. Мына жерде костюм жаға болады. Енді біз осыған белінің ұзындығын саламыз. Белінің ұзындығы 40, значит 1 сантиметр қосқанда 41. Бұны бұлай сызып аламыз да. Енді вытяжкамыздың арасы 10 болады. Мінекей 10. Мына жерден де 10 аламыз төмен жағынан. Ал мына жақтан бізде 26 сантиметр вытяжкамыз осы жер. Ара қашықтығын 10 алып аламыз. Міне. Енді осы точкаларды қоса саламыз. Міне қостық. Мына белі. Осы белден біз 3 сантиметрде төмен түсіріп, ол өздеріңізге байланысты қанша түсірсеңіз де, мен сәл қиғаштап алып тұрмын. Міне осы жерден осындай қалта саламыз. Ол қалтаға біз мынандай маталарды кесіп алып дайындадық. Мінекей. Мынандай мата алдық, дайындап. И мынандай тағы бір мата керек, бұл қалта түбіне. Бұлай қол салғанға. Міне осындай зат алдық. Енді біз мыналардың бәріне дублерин жабыстырамыз. Мына манжеттерді түзу кесіп, қазір дублерин жабыстырамыз. Ол үшін енді біз мынау қалтамызды алып, мына жерден кесіп аламыз. Тура осы жерге кесті. Жоғары қарай біраз кесеміз, манжетіміз сыйғанша. Төмен қарай 1 сантиметрдей кессек болады. Көріп тұрсаңыздар, мына осылай кесіп алдым. Мына болды, бұл кесімді. Енді бізге мынаны түзеп, манжетімізді туралап аламыз. Ол үшін біз бұның бәрін сызамыз. Түзу қылып. Кесіп алам. Міне кесіп алдық. Қазір біз осы жерге дублерин жабыстырамыз кесіп. Мінекей мына біздің дублерин. Осындай кусок дублеринімізді алып, бұлай бүктеп, дублеринді қалта екеу ғой манжет. Сол себептен біз 2 қабат қып алған жақсы қыздар. Мінекей үсіп қоямыз да, әзір біз бұл дублеринімізді қып аламыз. Мына қырқып алдық. Енді біз бұны ашып, мына жақа үтіктеп жібереміз. Міне біз манжетіне мындай дублерин жабыстырып, қазір бұны бүктеп, осылай үтіктеп аламыз. Міне манжетке дублерин жабыстырып, біз бұны бұлай үтіктеп алдық. Енді бұны 3 сантиметрден тегіс сызып, осы екеуінде бірдей қып сызып, 2 қалтасы 2 жақтығы мінекей сызып алдық. Қазір осы сызықпанан қырыққан жерге қойып, бұлапқа шаншып өшін тігіп шығамыз. Келесі бетінде тура солай алып, үстіп қойып, бұлапқа шаншып, бұл жағында солай тігіп шығамыз. Міне қазір біз кесіп қойған жерімізге мына қалтаны қоямыз. Бізде қиғаш қырқып алдым бұны да. Мына манжетінде сызып алдым. Енді мынаны жоғар жағына қойып, бұлапқаны шаншып аламыз бұл жерге.
Мінекей енді біз мына манжетінде осылай шаншып аламыз. Ол үшін мен әзір мына жерді сәл тегістеп қырқып тастап, енді осы жерге де булавка шаншып алып, осы біздің сызығымызбен тігіп шығамыз. Жоғар жағында қазір мен линейкамен сызып аламын, өйткені өте түзу болса өте әдемі шығатын болады. Міне қазір енді машинаман осы сызықтың үстінен тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп шығам. Мынаның арасын көрсеңіз, ана жерде 1 сантиметрдей бұлай қойып, аяғына шейін тігіп шықтым. Енді қазір келесі бетінде тура солай мына сызған сызықтың үстіменен тігіп шығамын. Міне бәрін тігіп шығып, мен кейін оверлоктап тастайым. Мен астарсыз тікпекшімін костюмді. Астарсыз тіккен костюм өте жеңіл, оңай болады сіздерге, алғаш үйреніп жүргендерге. Мінекей осылай шықты. Енді ішіне қойып, мынаны былай қойсақ, көрсеңіз осылай әдемі болып тұр. Енді бізге қалта түбін мына жерге жалғауымыз керек. Ол үшін мына жерге мынаны қойып, осылай жағынан аударып алып, бұл жағында 1 сантиметрмен тігіп шығамыз. Булавкамызды шаншып алып, мінекей осылай тігіп шығамыз. Шаншып линейкамен сызып алу керек обязательно, сол тігу үшін. Көп қыздар мынандай қисық-қисық қылып тігеді, сол қисайып кетпеу үшін. Осылай үйренсеңіз, тез үйреніп кетесіздер. Мінекей болды, қазір көреміз. Бұлай ашып, бұны қарап тұрсаңыз, осылай шықты. Ішіне сап қоямыз. Мінекей мынағында осылай салып, мына жерін тігісімен тігісін тура келтіріп, бұяқта булавка шаншып аламыз. Қазір мынағы өзі келе қояды. Өте әдемі болып, енді қайтарамыз да. Осы жерден мына ашық жер бар ғой. Мына ашық жерді, ашық көрсеттім. Сол жерді бірінші тігіп аламыз. Ары-бері жылжып кетпеу үшін. Міне кесіп алдық. Енді қалта түбін тігіп шығамыз бұлай. Оны да тегістеп кесіп тастаймыз. Бұл жердің бәрін біз кейін оверлоктаймыз. Енді бізге выточкасын тігуіміз керек. Выточкасын басынан 26 сантиметр еді. Міне осылай тігіп шығып, мына жағында жіңішке соғын қырап тігеміз қыздар. Білдіртпей жіңішке қылып шығару керек. Бір десен шығарсаңыздар көмпиіп кетеді, томпайып бір түрлі болып тұрады. Міне енді келесі бетінде қалта түбін тігіп аламыз бүйтіп. Мінекей, бұл жерде артық жайларын бәрін кесіп тастап, оверлоктаймын кейін оның бәрін. Енді мына жағын жалғай саламыз осылай. Міне осы жерден мінекей тігіп шықтым. Әдемі болып шықты. Бұны үтіктеп реттегенде әдемі болады. Мен әзір үтіктемей сіздерге көрсетіп тұрмын, қалай тұрғанын. Осылай тігіп аласыздар. Өте әдемі, мұқият қарасаңыздар болғаны. Мінекей біз қалтасын осылай әдемелеп тігіп алдық. Екеуінде өте әдемі шықты. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Сіздердің подпискаларыңыз маған ауадай қажет. Өйткені сіздердің подписация етіп, комментария жазып отырсаңыз, қандай қалталар үйренгілеріңіз келеді. Мен соған қарап түсірілім жасап отырамын сіздер үшін. Туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіз. Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге мынандай қалтаны қалай пішіп тігуін көрсетем. Бұны бұрын соңды тігіп көрмеген қыз келіндер де оп-оңай түрінде тігіп үйрене аласыздар. Соңына шейін мұқият қарасаңыздар болғаны. Ұнаса лайк басып, подписаться етіңіздер, колокольчикті басып, комментария жазыңыздар. Және де қандай қалтаны үйренгілеріңіз келеді. Келесі түсірілімде осы костюмнің сіздерге жағасын қалай салуын көрсетемін, костюм жағаны. Сол үшін жіберіп алмай, мұқият менің YouTube каналымды көріп отырыңыздар. Және де туған туыс бауырларыңызға да жіберіңіздер. Олар да көріп, үйреніп алсын. Кәні кеттік, үйренейік енді.